Сәлем достар, сіздермен бірге Нейрон. Бүгін біз алкогольдің эндокринді жүйеге тигізетін әсер жайлы сөйлесетін боламыз. Видеоны бастамас бұрын комментарийға видео жайлы өз пікіріңізді қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Эндокринді жүйе дегеніміз не? Эндокринді жүйе гормондар арқылы ішкі ағзаларды бір-бірімен байланыстырады. Эндокринді жүйе қатысатын процестер көбею, иммунитет, метаболизм, ас қорыту, стресспен күрес және гомеостаздың тұрақтылығы. Бұл жүйенің тағы бір маңызды қызметі ол әртүрлі ритмдерді басқару. Ұйқы мен сергектік секілді тәуліктік ритмдер, менструальды цикл және тағы да басқа процестер. Алкогольдің әртүрлі эндокринді бездерге тигізетін әсеріне жеке тоқталайық. Алғашқысы гипоталамо-гипофизарлы бүйрек үсті безілік жүйе. Бұл жүйе кері байланыс принципімен ми мен бүйрек үсті бездерін байланыстырып отырады. Алкогольді тұтынған кезде сізде АКТГ және кортизол гормондары шектен тыс активтеніп отырады. АКТГ, яғни адренокортикотроптық гормон, ол гипофизден бөлініп бүйрек үсті бездеріне баратын гормон. Ал кортизол бүйрек үсті безінен бөлініп әртүрлі эффекттерді туындататын гормон. Яғни нәтижесінде сіз ор немесе қаш режиміндегі гиперактивті бүйрек үсті бездерін аласыз. Бұл дегеніміз қарапайым тілде алкоголь стрессті жоғарылатады. Нәтижесінде қосымша бонус ретінде сіздің қаныңызда глюкоза деңгейі жоғарылайды, есте сақтау қабілеті төмендейді, көңіл күй бұзылады және инсулинге төзімділігіңіз дамиды. Келесі гипоталамо-гипофизарлы жыныс бездері жүйесі. Бұл аты айтып тұрғандай гипоталамус, гипофиз және жыныс бездерін байланыстыратын жүйе. Алкоголь жыныс бездерінің белсенділігін төмендетеді, яғни нәтижесінде либидо төмендейді, бала көтеру қабілеті төмендейді және жыныс бездері атрофияланады. Үшіншісі өсу гормоны. Өсу гормонының атқаратын қызметі өте көп. Қартаюмен күреседі, бұлшықеттердің тығыздығын қамтамасыз етеді және жалпылама барлық гормондарға әсер етеді. Оның ішінде эйфоэрадинді активтендіреді. Эйфоэрадин ол өсу гормонының қосымшасы секілді. Олардың қызметтері ұқсас келеді. Екі гормон да майларды тұрататын қасиетке ие. Ал алкогольдің әсерінен осы эйфоэрадиннің деңгейі 75-90%-ға дейін төмендейді екен. Төртіншісі инсулин. Ұйқы безі бөлетін инсулин гормонының деңгейі жоғарылайды. Нәтижесінде инсулинге төзімділік дамып, инсулин қызметі бұзылады. Организм тағы да инсулин бөлуін талап етіп, нәтижесінде ұйқы безінің инсулин бөлетін бета жасушалары істен шығып, қантты диабет дамиды. Бесіншісі қалқанша безі. Алкоголь бауырдың қызметін бұзады. Соның есебінен қалқанша без гормондары Т3 пен Т4 бөлінуі тоқталып, гипотиреоз дамиды. Қорыта келгенде, алкогольдің эндокринді жүйеге тигізетін зияны бар болғаны осы ғана. Бұл сарказм болатын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге алғыс білдіремін. Келесі видеода көріскенше. Видеоны каналға тіркеліп, комментарийға видео жайлы өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.